звондасам пошел нахуй дейді, дайыр болсын келеді дейді. Қолынан келген істеген болған Бейне және аудио жазылдыруде Жамбыл Рахматлатович. Өзіңіз таныстырсаңыз? Есімім Талғат болады. Фамилияңыз? Талғат Айдуллаұлы. Аха. Кімсіз? Тұрғын үй коммунал шаруашылық бөлім басшысы. Аха. Мына кісілер танисыз ба келіп отқан? Бұл кісілердің мәселесін қазір мен телефонын айтты, естіп отырмын. Я сіздер не істегенсіздер ма? Речканың ограждениясы ба? Мен салтанаттысыз. Иә. Жөн толыққан. Ақша қарыз мердігер. Біз ол мердігер мекемеге. Аха. Біз мердігер мекеме компания ұтып алады дұрыс па? Аха. Ол жүргізеді. Ақшаны сол компанияға аударамыз. Мердігер қай жақтікі? Мердігер Ерсу құрылыс деген Шымкенттің компаниясы. Шымкентке біз қайдамыз? Мына орындаушы жұмысты атқарушы жігіттер Кентауда да. Неғып тікелей осылар қатыспайды? Неғып мүмкіндік бермейсіздер? Конкурс біз саламыз. Сол жерде 50%, 45% түсіріп кім қанша Төмен жетеді. Аха. Төмен жетуге. Аха. Ол өзінің жұмысын атқарған, біз аударғанбыз, бірақ алайда біз оның гарантияны сумасын әлі аударған жоқпыз. Аха. Бірақ бұл кісілердің ақшасын ол беру керек. Аха. Қанша ақшаларыңыз бар? Қанша? 1 миллиондай ақшамыз бар. Миллион 100, 930, 115 па? Беседкіден алатындар, речка бар. Мердігермен мен қазір сөйлестім, Талғат деген кісімен. Ол да Талғат. Жаңа сөйлестім. Понедельник күнге дейін шешіп берем деп отыр ақшасын. Қайдағы сен? Өткенде Қанша уақыт өтті таламай жүргендеріңе? 2 ай болды. 2 ай болды. 2 ай бойы сіз хабардарсыз ба сонда? Бұл кісі өткенде хабарласты маған. Өткенде бұл қашан? Хабарласты. Қай күні Маған Айка мұхит айтты, среда күні міне болды, все шешілді. Осы аптаның сәрсенбісі ме алдыңғы ма? Осы аптаның ба? Среда күні мен сізге қойып берем ақшаңды. Иә, ол ақшада жоқ, мен блокқа қойып тастаған, бұл кісі деп проблеманы шешіп. Ол кісі де блокқа қойған ба? Сіз мен сөйлескен жоқсыз. Мердігермен ба? Менімен сөйлескен жоқсыз. Аха. Мен бұл жағдайды жаңа маған осы жерде сіздер келіп отыр, тұрғындар келіп отыр деп маған айтты. Енді келіп отырмын, иә. жақсы. Енді қараңыз. Понедельник күнге, бірінші күнге дейін. Аха. Бірінші дүйсенбіге дейін сіздердің мәселелерді шешіп беремін. Мен өзім Кентаудың тумасы болғаннан кейін айта кетейін, ондай мәселені өзіме жақтырмаймын да. Бұған дейін де ондай жағдайлар болғанда, бұрын ана жақта істеп жүргенде де ол енді максимально дұрыс балдар істеген ақысын жеуге болмайды. Еңбек ақысы күннің астында. Біз жанымызда сөзді мен ақша төлеп отқан жоқ, мен мердігерге төлеймін. Мердігер кімді жалдап ағыты оның жұмысы. Енді былай жасауға бола ма? Мердігерді тек қана өзімізден қатыстырушы етіп. Қазақстан бойынша қатысып, ограничение қоямыз. Жақсы. Ол талап сіздің қолыңызда емес қой, ережені өзгерту. Түсіндім. Болды. Ережені өзгерту сіздің қолыңызда емес. Енді қазір сіздер ертең жұма күні, бүгін ертең таңертеңнен бастап кешке дейін түсіріп бере алмаймын ақшаларын. Сіздер аудардыңыздар ғой ең бастысы. Да, дедіңіздер, дұрыс па? Енді бізге давайте қойып беріңіздер ақшаны. Біздің күтетін уақыт. Қазір Талғат мен Талғатпен сөйлестім. Мен қараңыз. Иә. Дүйсенбі күні депті да. Қараңыз. Бұл кісілер 2 ай бойы жүр. Осы дүйсенбі ғана хабардар болған жоқ. Дүйсенбі ғана жүгіре бастаған жоқ та. 2 ай бойы жүгіріп жүр. Бұл кісілердің төзімі өтіп жатыр да. Адамдарды оған дейін жеткізудің қажет жоқ та, наразылық туындатып қазір үлкен акцияларға ұластырудың қажет жоқ. Адамдардың халі қаржылай жағдай қазір онсыз да мүшкіл, дұрыс па? Ешкім ерігіп жүрген жоқ қой. Даланың астында сварканы, темір ерген темірдің буын ескейді, краскін ескейді, қандай химикат зиянды нәрселерді ескеп, денсаулықтарын құртып осы қаламызға ат салысып жатыр да. Адал еңбек қой былай айтқанда, маңдай тер. Енді сол еңбек ақыларын жасап болды ма, дәл сол сәтте берілу керек деп есептейміз біз. Сіз қалай есептейсіз? Мен де солай есептеймін. Мен барынша ат салысып, бірінші күнге дүйсенбі уәде беріп отырдым. Мен де сол күнге дейін Шымкенттегі бастығымыз уәдені среда күнге берді ғой, Шымкентте. Бұл кісінің бастығы емес. Бұл кісінің бастығы емес. Бұл кісінің бастығы әкім. Біз ол кісілерге заказчик болып, жаңағыдай біз заказ бердік, кісілер істеді. Сіздер нақты маған сумманы. Жаңағы адам ба? Қазір 900-ден жоғары, 900-дің жобасын аламын. Жоқ, конкретно есептесем, ал 900 қанша? Конкретно суммасын айтсай? Жай айтып едім, 930 мен 101 деңе деп. Нақты суммасын айтыңыздар. 1 миллион ақша де болды. Майда балдармен істеп. Қанша уақытыңыз кетті ары бері жүгіретін? Шөбін таслап орыс 947 мың теңге. Аванстар бар, жаңа қазір аванстан алғаным. Сіз 10 мың лақтырдыңыз.
Мұхитта жүрмін. Уж 970 теңге ғой. Қанша мал сап қойдың? Мен ба? 40 мыңдай алдым ғой. Қанша болады сіздің балаңыз? Қанша бауыр істедіңдер? 5-6 бала ғой. Кетіп кеткені қаншама? Жоқ, қазір нақты аламын деп тұрсыз сіздер ма? Аламай нақты Бәрі осы общий ғой, 5-6 бала. сөйлесе анамен. Алло, Бәріне беру керек. тыңдап тұрмын. Істеген. Жоқ, дұрыс қой біз берді. Ау. Сіз қарап тыңдадыңыз, қазір нақты кім аламыз деп қанша болады сондай. 9-7 мың алуымыз керек. Штугін 5500-ден келіскенбіз мұхитпен. 6 мың деп еді, сонымен 5500-ге, 6,5 дегенбіз. 5500-ге түсірді ғой бізді. Жазып бересіз бәрі қанша. 154 штук. Не аласың, 1 миллион деп тұр, соны берсін бір ғой. Иә. Соны қарап береді ғой бәріне балаларға. 1 миллион, анаған мынаған демейді. 154 бар, жаңа мосты бар сосын. Мост қойып, мост еді. Жоқ, о, балдар бәрінің ақшасы тұрып тұр ғой, общий расчет жаса деп. 1 миллионды алып, бөліп береді балаларға, 5-6 балаға. Алло, Соны берсін миллион. Ерімізге ешкім. алло. Бұл мен осы жерден анау беріп жұмыс істеткен. Не дейді бұл? Қанша аласың деп сұрап жатыр. Бұл қалай білмеймін ма не сонда қанша ақша беру керек екен, еңбек ақысын қанша адам жұмыс істеткен? Қойшы, сөйтіп айтады ма не? Астағфирулла. Сосын қалай аласың? Блядь, сайып аласың, қашан нахуй деп телефон. Сөйтіп жүр ма? Я білгенбіз. Қазақ па? Үлкен ба сенен? Звондаймын, ана кісілер звондатса, не алады. Звондасам, пошел нахуй дейді. Зайып аласың біледі дейді. Қолынан келген істелеген болған. Білгеніміз. Істеткізіп алып. Так, енді біз дүйсенбі келейік па? Қай уақытта келейік? Дүйсенбі күні? Сағат 12-де келем мен, я? Бекітіп алып келмейсің. Мәселе міне осындай өз шешімін табуда, бірақ дүйсенбі күні сағат 12-де енді келіп анық нүктесін қойып жаңағына жас жігіттеріміздің, өзіміздің інілеріміздің еңбек ақы, маңдай терімен тапқан еңбек ақыларын міндетті түрде алып беруге тырысам, енді соңына дейін барып. Енді бөлімнің басшысы уәде берді, көрегенді уәдесінің қаншалықты сапалы екенін. Жақсы, байланыста боламыз. Жамбыл Рахматуллович.